жүр ішке кір. Сәлем достар, бүгін менің анам осындай бір неге әкеліп, по идее бұл оқитын жер деп айтты маған. Ішіме күшті екен достар. Саламатсыз ба? Мен қызымды әкелдім бізге. Достар, іші деген жын екен ойнан деген мына жерге отыратын бар екен. Осы жерге сабақ оқимыз ба, сонда ана жақта кітаптар бар екен. Но менің анам осы жерге сабақ оқуға келген болатын. Қызым, мен кетіп бара жатырмын, осында қаласың. Анашым, кетіп бара жатсыз ба не? Менімен бірге қалмайсыз ба не? Жоқ, сен анаң қалмайды. Сен осында сабақ оқисың, ертең сен үлкейгенде осынан шығатын боласың, сосын мамаңа барасың. Жоқ, неге? Менімен қаламын деп айтты ғой ол кісі. Жоқ, бұнда мамаларға қалуға болмайды. 18 жастан кішілер қалады тек. Сонда мен осында неше күн қалам? Неше күн дегенде сен көп күн қаласың 18-ге толғанша. Не үшін? Сол осында сабақ оқисың, балдармен ойнайсың. Мен бұнда қалғым келмейді. Жүр, семен жасты балдар бар үстіде. Шығып таныстырайын, жүр үстіге шық. Жақсы, мен бірақ бұнда қалғым келмейді. Үстіде кім бар? Қандай екен? Осында сабақ оқимыз ба сонда? Мына жерге ұйықтай ма неме? Кім ұйықтап жатыр мұнда? Кім екен мынау? Ішіне жататын қыздар шығар мұнда. Сәлем. Ұйықтап жатыр ғой мына кісі. Кім? Новойдан келген қызсың ба сен? Привет, атың кім болады? Привет, атым Айым. Сенің атың ше? Менің атым Айзерия. Танысқаныма қуаныштымын. Сіз Новойдан келіп жатсың ба? Я, бүгін мені анам тастап кеткен болатын. Осында сабақ оқисың дейді. Сен сабақ оқып жатсың ба? Я, оқимын. Кем мұнда тамақ ішек екеуміз ішіп алайық тамақтарымызды. Жақсы. Не тамақ ішесіңдер өзі? Мұнда отырайық. Ана жерде тым жоқ сияқты ғой. Не ғой, сен қашан келдің бұл жаққа? Мен уже 2 жыл болды келгенме. Мен бүгін шығасың деп айтқан маған. Мен осындан шығуым керек уже. Менің жасым 18-ге толған болатын алдында. Сен шығасың ба не? Мен сонда өзім қалам ба? Мен 18-ге толғанша. Мен деген қазір 17-демін. Я, 1 жыл қалды ғой, мен де шыдадым. Жақсы оқытады, сабағыңды оқысаң шығасың осы жерден. Мен өзім қалғым келмейді, кеткім келеді мен де. Негізі қорқатыны жоқ, күшті жер. Сабағыңды оқытады, тамағыңды ішесің мезгілінен. Бірақ та сендер шығасыңдар. Шыға ғой, Айзерия, уже сенің шығатын уақытың болды. Давай, Айзерия, сау бол. Сау бол, Айым. Сенде шығатын уақытың келсін. Рахмет. Сау болыңыз, апай. Сау бол. Рахмет сіздерге, сау болыңыз. Мен шығып бара жатыр уже қыздар. Мен қашан шығам уже. Бұның ішінде адамдар да, қыздар да, балдар да жоқ. Әлде бәрі қайда кеткен? Мен шығуыма неше күн қалды екен? Апайдан сұрасам екен. Айзерия кетіп бара жатыр уже, үйіне бара жатыр деймін. Күшті. Апай, мен қашан шығамын? Сен әзір шықпайсың, саған 1 жыл бар. 1 жыл? 1 жыл осында оқимын мен сонда? Осында жүресің. Мен шыққым келеді, бұнда қалғым келмейді. Достар, бүгін сен шығатын кезең келді, Айым, ұйқыдан тұр. Ура, мен бүгін шығам. Ура, қатты қуаныштымын. Мен бұндан кетем ба енді? Бүгін шығасың. Ура, достар, кеттік. Бүгін мен шығатын уақытым келді. Мен айтпақшы 18-ге толдым. Сау болыңыз, сізге рахмет. Сау бол. Рахмет, сау болыңыз. Ура, достар, шықтым мен. Диктомнан шықтық. Бұл диктом екен аты, айтпақшы, маған сабақ оқитын жер емес. Ожыс, бұнда кеуге болмайды негізі. Қарым ашып кетіп тамақ жейтін жерге барайықшы. Мұнда айтпақшы бургер, донер жейтін деме осындай жер бар екен. Осыған барайық, мен білетінім осы жүр. Кішкентайымнан барған бұрын. Так, ішінде мен музыка ойнап отыр осында. Қарым ашып кетті. Бірдеңе жеп алайық. Так, саламатсыздар ма? Іште ешкім жоқ па не?
Саламатсыздар ма? Кім бар іште? Ешкім жоқ па? Саламатсыз ба? Не керек айта беріңіз? Саламатсыз ба? Кім? Айым? Айзере? Айзере, сен мұнда жұмыс істейсің ба не? Привет, қалайсың айым айтпақшы. Мен деген бұл жерде бастықпын ғой. Бастықсың ба? Не күшті ол жерге өзің кофейня ашағансың ба? Я бір өзім жерде сатып алып, өзім ашқанмын. Қалайсың, қашан шықтың сен? Жақсы, бүгін шықтым ғой бүгін. Қарным ашып саған кофейня келген ғой. Күшті ғой жер деген. Мықтысыңдар, сендер. Маған бірдеңе келіп пішейді, қарным ашып кетті. Мен бұл жерде үйім ауырып кетті, ған жеп отырайықшы. Мен қашан ашып үлгеріп жүрсің? Алдында жылы ашқан ғой. Неден шыққан кезде, диктомнан шыққан кезде ақша жинап өзім. Күшті. Сен бүгін шықтың ба диктомнан? Я бүгін шықтым ғой. Ұшақ дегенде шықтым курсын. А то үштегілер дегенде. Ошек, жаман ақша деген. Мен жұмыс істеуім керек, енді жұмыс керек маған. Мен қасыма жұмысқа тұрсың, маған не керек андай? Пицца, сондай жасайтындар керек, суши, чеки. Да, жылына айына қанша бересің? Келісеміз ғой екеуміз жұмысқа тұрсақ. Я жақсы ақшасын берден тұрамын ғой, жұмыс істеймін ғой. Я онда хабарласасың ғой, номерін жазып берші маған. Сенің номерің жоқ менде. Мен жаман қуанып та сен көргенде.